Адам құқықтарының не екенін және оларды құрметтеуде мемлекет қандай міндеттер жүктейтінін зерделеп көрейік. Табиғи құқықтар деп аталатын адам құқықтарының әлеуметтік деп аталатын басқа құқықтардан қандай айырмашылығы бар? Әр адамның белгілі бір құқықтар мен бостандықтар бар екенін көпшілігіміз білеміз. Алайда бұл құқықтардың табиғи және әлеуметтік болуы мүмкін екенін бәрі біле бермейді. Әлеуметтік құқықтар әртүрлі өмірлік жағдайлардан туындайды. Сондықтан олардың саны жүздеген болуы мүмкін. Әрине, олар біздің өміріміздің өте маңызды бөлігі. Бірақ табиғи құқықтардан айырмашылығы олар белгілі бір жағдайларда ғана пайда болады. Мысалы, көлікті басқару құқығы белгілі бір жасқа жеткенде және емтихан тапсырғанда ғана қолжетімді. Немесе жылжымайтын мүлікті сатып алу кезінде бізге берілген меншік құқығы, немесе өнімді сатып алу кезінде туындайтын тұтынушының тауарды қайтару құқығы және біздің күнделікті өміріміздің мүлдем басқа салаларында көрінетін көптеген басқа құқықтар. Табиғи құқықтар біздің жасымызға, азаматтығымызға, әлеуметтік жағдайымызға немесе кез келген өмірлік жағдайымызға байланысты емес. Бізде олар өмірге келген сәтімізден бастап бар. Бұл құқықтар әмбебап және ажырағысыз, яғни олар сәбиге де, қартқа да, ерге де, әйелге де, өз елінің азаматына немесе шетелдікке, дінге сенушіге немесе атеистке, барлығына және барлық жерде бірдей қолданылады. Ол адамның қайда орналасқаны маңызды емес, Қазақстанда немесе әлемнің басқа да кез келген нүктесінде. Сондықтан табиғи құқықтар 4 ондықтан аспайды. Табиғи құқықтардың мысалдарына өмір сүру құқығы, жеке бас бостандығы, құлдықтан және азаптаудан азаттық, қозғалыс еркіндік және тағы да басқалар жатады. Бұл табиғи құқықтар адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясында бекітілген және азаматтық және саяси құқықтар туралы, сондай-ақ экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы фактілерде бекітілген. Олар бірігіп адам құқықтары туралы халықаралық белді құрайды. Бұл дегеніміз адам және азамат құқықтар. Бұл құқықтар біздің бостандығымызды, қадір-қасиетімізді және теңдігімізді қорғайды. Адамның мызғымас құқықтарының өзі мемлекет тарапынан шектелуі мүмкін екенін түсіну керек. Бірақ бұл белгілі бір шекараларды қатаң сақтау арқылы ғана жүзеге асады. Бұл адамның табиғи құқықтарының абсолютті және абсолютті емес болып жүктелуіне алып келеді. Бұл ұғымдарды түсіну қиын емес. Ешбір жағдайда абсолютті құқықтарды бұзуға болмайтынын білу жеткілікті. Оның айқын мысалы ретінде азаптаудан босату құқығы бар. Өйткені азаптауға заңды немесе моральдық негіздер жоқ. Сіз ешкімді азаптай алмайсыз. Жауды да, террористті де, маньякты да. Бейбіт уақыт болсын, соғыс болсын, ешқашан азаптауға болмайды. Абсолюттік емес құқықтар керісінше шектелуі мүмкін. Мысалы, бейбіт жиналыстар құқығы, қауіпсіздік, қоғамдық тәртіп, халықтың денсаулығы немесе мораль мүдделері үшін немесе басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мақсатында шектелуі мүмкін. Немесе сөз бостандығы басқаларды қорлаған жағдайда шектелуі мүмкін. Біз қай кезде де өзара сыйластықты есте ұстауымыз керек және өз құқығымызды басқаларға қарсы қаруға айналдырмағанымыз абзал. Әрине, егер мемлекет белгілі бір жағдайларда біздің құқықтарымызды шектеуге өкілетті болса, онда ол да бізді қорғауға міндетті. Бұл міндеттемелер оң және теріс болып бөлінеді. Адам құқықтары жөніндегі негізгі құжаттардың барлығын Қазақстан ратификациялағанын, яғни біздің мемлекет оларды орындауға міндеттеме алғанын түсіну өте маңызды. Теріс міндеттемелер бойынша мемлекет біздің құқықтарымызды бұзуы мүмкін әрекеттерден өз еркімен бас тартады. Мысалы, мемлекет құлдықпен немесе адам саудасымен айналыспайды. Мемлекет өзінің оң міндеттемелерінің бір бөлігі ретінде басқаларының құлдықпен немесе адам саудасымен айналысуына жол бермейді. Қарапайым сөзбен айтқанда, ел мұндай әрекеттерді тоқтатуға және кінәлілерді жазалауға, мұндай әрекеттерді заңсыз деп тануға, кейбір жағдайларда оларды қылмыстық жауапкершілікке тартуға міндетті. Өмір сүру құқығын мысалға алайық. Адамды ешкім өлтіре алмайды. Оны да мемлекет қолдамайтыны сөзсіз. Бұл елдің теріс міндеттемесі деп аталады. Бірақ сонымен бірге мемлекет осы тыйымды бұзғандарды жазалап, адам өлтіруге қарсы тұруға жағдай жасау керек, және бұл оң міндеттеме. Осылайша адамның негізгі құқықтарын қорғау және құрметтеуді қамтамасыз ету арқылы мемлекет теріс және оң міндеттер жүктейді.